Белгілі әнші, сазгер Еркін Тоқсейітов арнамызда қонақта. Көптеген хит әннің авторы көпшілікті тағы бір тың туындымен қуантпа қойды. Бұл жолы Еркін мырза жігіттер квартетінің белді мүшесімен дуэт құрса керек. Сазгердің кіммен қосыла ән шырқағанын білгіңіз келсе, бейне сюжетке назар аударыңыз. Әдетте туынды жарыққа шықса, бар қошеметке әнші бөленіп, сазгер мен ақындардың тасада қалатыны жасырын емес. Бұл жанның сырт келбеті сізге таныс болмаса да, туындыларын бірден тануыңыз мүмкін. Өзім Шығыс Қазақстан облысы Аягөз районы совхоз Тарбағатай ауылында дүниеге келген 1975 жылдары 22 февральда 5 қызым бар, әйелім бар, отбасым бар. Қазіргі 2000 жылдары Алматы облысына көшіп келдім. Еңбекші Қазақ районы Маловодный селосында қазір тұрып жатқан жайымыз бар. 5 қызым бар, жолдасым бар. Шығармашылықпен айланысып жүргелі, бала кезімде кішкене әндер жазып бастағанбыз. Содан өмірдің ағымына қарай кішкене тоқтап қалды. Қазіргі шығармамен айланысып жатқаныма 7-8 жылдың көлемі болды. Қазір ән жазып жатырмыз. Өз туындыларымда әндерімді өзім жазамын. Сөздерін Серзат Дүйсенғазин, бірге оқыған жолдасым бар, сол жазады. Асқат Сүйіндіков деген жолдасым бар, жазатын сөздерін. Ержан Жұмабек жазады. Сондай ақындармен жұмыс істейміз. Сазгер шабытты әсемдігін сөзбен айтып жеткізе алмас еліміздің көркем табиғатынан алады екен. Бір кездері жан жолдасымен бірігіп дос атты дуэт құрған Еркін мырза сазгерлік қабілетімді танытуға дәл осы топтың құрылуы себеп болды дейді. Дос дегенің балалық баласырын, дос дегенің жанында жанашырын, дос дегенің қуанып сен келгенде, аямайтын жаныңнан барасалың. Дос дегенің қуанып сен келгенде, аямайтын жаныңнан барасалың. Ал көпшіліктің көңілінен шығып, YouTube желісінде миллионнан астам қаралым жинаған өмір әнінің өз алдына жазылу тарихы бар. Өмір деген әніміз осы. Жаңа өзім айттым ғой, табиғаттан аламын, неден, сол бір алмабақта жатып, сондай бір шабыт келіп, бір адамдармен бір ренжіс қап, сондай бір жағдайлар болып еді біздің жұмыс бабыменен. Сол кезде осы Ержан Жұмабек бауырыма қолқа салып, содан пайда болған туынды. Қазіргі таңда ән қоржынында 20 шақты туындысы бар сазгер жуырда ғана мәдениет майталманы төсбелгісімен марапатталды. Мәдениет майталманы туралы айта кетсем, мен айттым жаңа бір 20-дан аса ән жаздым деп, соның ішінде Қазақстаным деген әнім болған, менің патриоттық әндер. Сөзін жаңағы Серзат Дүйсенғазин жазды, әнін өзім жаздым. Орындаушысы Серікбол Сайлаубек. Сол әндер жақсы тарады. Қазақстаным деген әні Серікбол Сайлаубектің орындағанда, одан кейін патриоттық әндердің ішінде тағы да Қазақ деген Құдайдың қара өлеңі деген болды. Патриоттық әндер. Солардың есінен Алматыда осындай үлкен ағаларымыз қолқа салып, солар әнін жинап, соның еңбегіне деп ойлаймын. Еркін мырза тәрбиелеп отырған 5 қызының ішінде кенжесі әке жолын жалғастырар деген үлкен үміті бар. Сазгер өз кезегінде жас әншілерге жиі қолдау көрсетіп, тіпті әндерін тегін тарту етіп тұратын көрінеді. Жаңалыққа жаны құмар жұрт біле жүрсін. Алда қандай ән әзірлеп жатқанын жайыңыз бар? Жаңалықтар шығармашылығында қазір осы жаңа әндер жазып жатырмыз. Қазір осыны жақын арада жігіттер тобының мүшесі Мырзахан бауырымызға бір ән жаздық. Құдай қаласа жарыққа шықты, ол енді қол жетпес көркемім деп сондай тақырыпта жазғанбыз. Ендеше жаңа туындының да тыңдармандарын табарына сеніміміз мол. Нина Омар, Сержан Милдахан, хедлайнер Уикенд. Бүгінге